Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге мерекелік дастарханның сәнін ашатын дәмі ерекше салат дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен алдын ала піскен тауық етін сүйегінен ажыратып аламыз. Піскен тауық етін салатқа қолданар алдында міндетті түрде бөлме температурасына дейін суытып алыңыз. Етті ұсақтап турап шығамыз. Орташа көлемді қайнатылған сәбізді үткіштен өткіземіз. Қайнатылған 3 жұмыртқаны да үткіштен өткізіп аламыз. Жалпы салатқа қолданылатын бүкіл ингредиенттер бөлме температурасына дейін суыған болуы керек. Үлкендеу бір алманың қабығын аршып, оны да үткіштен өткізіп аламыз. 2 дана кивиді қабығынан аршып, дөңгелек етіп турап шығамыз. Бүкіл ингредиенттерді дайындап болған соң салатты құрастырамыз. Үлкендеу жалпақ тарелкаға ең алдымен ұсақталып туралған етті салып шыршаның формасын шығарамыз. Майонез жағылуға ыңғайлы болу үшін осылай кондитерлік қапшыққа салып алсаңыздар болады. Тауық етінің үстінен майонез жағып шығамыз. Еттің бетіне дәмін келтіру үшін аздап тұз себеміз. Қайнатылған, үткіштен өткізілген сәбізді саламыз. Сәбізді салып болған соң үстінен майонез жағамыз. Сәбізден кейін қайнатылған жұмыртқаны салып, оның да бетінен майонез жағып шығамыз. Содан соң үткіштен өткізілген алманы саламыз. Алма салатқа ерекше дәм береді. Алманың сыртынан да майонез жағып шығамыз. Үткіштің ең ұсақ бөлігінен өткізілген сырды бетіне себеміз. Сырдан кейін шыршаның бетін кивимен қаптап шығамыз. Бұл салатты сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің ең сүйікті салаттарымның бірі. Ерекше дәмді болып шығады. Шыршаның түбін оливкемен қаптап шығамыз. Шыршаның бетін анармен безендіреміз. Шыршаның қылқан жапырақтары ретінде укропты осылай жан-жағына қадап шығамыз. Піскен сәбіздің кішкентай бөлігінен осылай жұлдызша жасасаңыздар болады. Біздің бүгінгі мерекелік салатымыз да дайын. Рецепт ұнаған болса, сақтап қою үшін лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.